Құрметті оқырман, бізде сүйінші жағдай, сіздер күттен күткен сәт. Фархат Мадинаға сөз салды. Қалай әсеріңіз? Сәні жылап айтып жеткізе алмайтын. Ау? Айтып жеткізе алмайтындай неде тұрмын, состояние. Оңай емес. Терлеп кеткен, сыртта өте қатты уайымдады. Не айтамын, қалай болады екен деп. Бақытты болыңыздар. Ал рахмет сіздің франкқа қатысып салтанат. Өткізе алмай қалам шығады өдім мен негізі. Күшті ойнаттыңыз. Ойнады ғой, ойнады ма? Иә. Болды. Енді бұйырса сіздікі қашан? Уақыт келсін. Бірақ алсын бір сияқты. Да? Жүрегім. Достар, осы бүгінмен ұсынысыма көмектескен осындай әдемі оформление жасаған Мэрими Алматы 01-ге алғысым шексіз, үлкен рахмет. Шақырыңыздар, тойларыңызды осылай әдемілеп береді. Ал сәл сабырмен әсеріңізді сұрап алсақ. Нені көрсетіңізші? Осындай жүзігі әдемі. Негізінде өте әсерлі былай айтқанда предложение болды деп айта аламын. Мүлдем күткен жоқпын. Расымен де жай осы Эдуардо мен Айбек сияқты спонтанно келіп сөз салып, сөйтіп алып кете ма деп ойлағым салды. Сөйтсем артынан келіп тұр екен көкем. Күтпедім негізінде, қатты толқып кеттім. Не айтарым білген жоқпын, ол кісі вообще толқып кетті. Сақидан қолына салыңыз бейнетіп мен мүлдем әсерлі болғаны соншалықты енді тілім байланып қалып бағана да көрген шығарсыздар. Өзі жасқа толып, Мадина. Жылап жібердім, мен деген ойлап жүрмін. Маған биыл не светит шығар деп сөйтіп ойлап жүрмін. Қатты сөйтсем көкем ақырын ғана тындырып жүр екен. Үміткерді не істейміз? Бар ғой менің жігітім деп жүр. Болды, пока.